Арам түлкі жайында. Ертедегі заманда түлкі, құлан, сауысқан үшеуі дос болып, жолдас болады. Бір-біріне жамандық ойламасқа ант айтып шарттасады. Сөйтіп жүргенде, бір күні құлан тұзаққа түсіп, шарқ ұрып босана алмай, өлемін-ау деп қорқып, түлкі мен сауысқан достарына қарап, «Достарым, қол ұштарыңды беріңдер» дейді. Жалтақ-жалтақ қарап жылаған соң, түлкі тұзақты қимақ үшін құланның қасына таман келеді. Осы құлан өлсе етін жейін, тұзақшы сойса ішек қарын тастайды ғой. Мұның достығынан маған еті тәтті ғой, деп қайтадан арамдық ойлап, бір бұтаға барып, құланның өлгенін байқап, бұғып жата береді. Сауысқан мұны көріп, құланға келіп, былайша ақыл айтады. «Құлан досым, менің тұзақ жібін қиятын қуатым жоқ, өзің білесің. Мына түлкі тісімен шайнаса еді, ол сенің достығыңнан етіңді тәтті көріп, анау жерде жатыр. Енді бір ақыл айтайын. Осы тұзақты салған адам келгенде, шынымен өлгендей болып, қимылдамай, сіресіп жатып қал. Тұзақшы сені бауыздарда тұзақты мойныңнан ағытады. Сонда тұра қашсаң, қолымен ұстай алмай қалады. Құтылып кетесің» дейді. Құлан мұны ақыл көріп, айтқандай сіресіп жатады. Тұзақшы келіп көріп, арам өліп жатыр екен деп, пышағын қолына алып, тұзақты ағытқанда, құлан жұлқынып тұрып қашады. Тұзақшы апыр-топыр ойбай салып, мойнындағы мылтығын жұлып алып, құланның кеткен жағына қарай мылтығын басып қалады. Құлан түлкі жатқан жаққа қашады. Құлан ұзап кетіп, мылтықтың оғы бұтаның түбінде бұғып жатқан түлкіге тиіп, өкпесінен оқ өтіп, түлкінің жаны шығып, құйрығы көтеріліп, бұлаң етіпті. Тұзақшыға түлкі олжа болып кетіпті. Кім ойласа досқа қас, басына тиер тас, деген мақал сонан қалған.